Ол кезде фотоаппарат өте қымбат тұрды. Оның екінің бірі жете бермейтін. Оның галереясы болған ғой. Шатырда чердак дейді ғой, жаңағы шатырында болған. Сол сияқты өзінің фотолабораториясы болуы да мүмкін деп ойлаймын. Жалпы бұл кісі неге үнсіз қалды? Соның бәрін зерттеп, яғни бізде ешқандай ештеңе жоқ. Кезінде Жайбыртхан ең бірінші өзінің несін тұрғызған ғой, былай айтқанда үйін тұрғызған ғой. Содан кейін барып айналасына халықтың үйін салған, былай айтқанда. Сөйтіп бұл жақта барлығы немересі, күйеу баласын солай қойғанда, мен просто ютубтан қарап едім де, кесенесі бар деген сияқты ше. Бар. Ақ түсті. Соның ұрпағы ғой, былай айтқанда. Иә, немересі ғой. Шәңгере Бөкеев. Өздеріңіз білесіздер, Қазақтан шыққан тұңғыш фотограф. Достар, қазір біздер осындай селфи көмегімен фотоны тез түсіре аламыз. Ал бұрын дәл осы ауыр фотоаппаратпен фото жасағанын білесіз бе? Я, қазір біздер Бөкей ордасында тұрмыз. Хан ордасы деп аталатын музейде қазақтың тұңғыш фотографы Шәңгере Бөкеев осындай фотоаппаратты қолданып, қазақ даласына алғашқы фото өнерді алып келген деседі. Алайда енді мынау біздің көріп тұрғандарыңыздай фотоаппарат оригинал түрде емес. Өзінен ешқандай ештеңе жеткен жоқ қой, тек қана санаулы фотосуреттер ғой болды. Даже фотоаппаратты сақталмай отыр ғой. 1901 жылы Бөкей ордасының 100 жылдық толуына орай қазақ делегациясымен бірге Шәңгере Бөкеев те барған болатын. Сол кезде, яғни патша Николай II-ның қолынан фотоаппарат сыйға алған. По одной версии, в 1897 году, когда в Оренбург приезжал наследник императора, и, возможно, это вот контакты эти были, это раз. А второе, это, скорее всего, в 1801 году в Петербурге, и в Оренбурге, и в самой Орде отмечали столетие образования Бөкеевского ханства. В 1901 году император, поскольку он сам увлекался фотоделом, он через Байдуллу Жангирова, а может быть через Нурмухамеда Бөкейханова, Нуркат, правитель Нуркат, его все знают. По документам это Нурмухамед, который как раз в 1901 году на столетие ездил вот по приглашению. Фотография өзі қазақ даласына бірден келді деп айтуға болады. Ең алғашқы ағайынды люмьерлердің Парижде тапқан, ашқан жаңалығы 19 ғасырдың где-то 30 жылдар деп есептеуге болады. 45 жылы Жәңгір хан фотоға түскен. Солада емес, қазақ сахрасында емес, өзінің ставкасында емес, әрине ол Астрахандағы сол Климашевскийлердің сияқты белгілі фотографтардың фотоательесінде түскен болу керек, бірақ соның өзінде де фотографияға өте бірден енгендігін байқаймыз. Ол кезде жаңағы фотоаппараттың өзін екінің бірі ала алмайды. Патша сыйламаса, Шәңгере оны өзі ала ма, ала алмай ма белгісіз. Санаулы дана ғой енді. Ол аппаратты алу бар, оны сосын пайдаға асыру бар ғой. Иә, Петербургке барған сапарында ие болған фотоқұрылғының сырын кейін Шәңгере тез-ақ меңгеріп алады. Тіпті суретті басып шығару үшін арнайы бөлмені жабдықтап, жарық пен көлеңкенің табиғи күшін дұрыс пайдалануға барынша жағдай жасаған. Для того, чтобы Зуре Шапа занималась рисованием и была первой художницей, вот это потом уже стали говорить, он застеклил крышу своей усадьбы для того, чтобы было хорошее освещение. Вот здесь стеклом покрыл. И я, поскольку не предполагала тогда, что у него здесь флигель есть многоярусное, я никак не могла понять, что он выпилил в крыше и стеклом. А тут, смотрите, видите, сколько много? Да. Так что здесь стеклом покрыть и сделать хорошее освещение, это ничего не стоило. Сол сияқты өзінің фотолабораториясы болуы да мүмкін деп ойлаймын. Сол өзі шығаруы да әбден мүмкін. Усадьбасында Көлборшыда несі болды ма, фотолабораториясы?
Әлде жаңа Астраханьға барып Климашев сияқты кәсіби фотографтардың лабораториясында беріп, соны мынандай ол кезде қорғасын пластинка, күміс пластинка дейді жаңағы сервис. Сол пластинканы алып барып, оны сосын сол жерден шығартады. Көлбосыдан неге барғанша, Астраханьға барғанша ол пластинкалардың өшіп қалуы да мүмкін. Жеткізбей қалуы да мүмкін. Осы тұрғыдан келген кезде менің ойымша дегенмен бір көмекшілер болуы мүмкін Шәңгерейдің. Соның өзінің лабораториясы болуы да мүмкін ба деп ойлаймын. Мен таң қаламын. Қалай ол химиялық реакция кәдімгі. Оны шығару, фотоға айналдыру, анау жарықтың жаңағы қасиетін неге түсіру, күміс пленкаға. Ол деген кәдімгідей әрі қымбат, әрі үлкен білімді талап ететін процесс қой кәдімгі. Кеңес үкіметінің кезінде мен өзім де бала күнімде фотоаппаратпен айналыстық, фотоға түсірумен. Дефицит болды. Проявитель, закрепитель деген дәрілер, фотопленка, фотобумага, оның барлығы өте қымбат. Бұл негізі портрет жанрында жұмыс жасағандығы байқалады. Мына Ресей фотоөнері де осыған қайда болды. Мысалы, Алексей Лев Толстойдың алғашқы фотоларын қарасаңыз, барлығы да сол портрет жанрында орындалған, басқалары да солай. Осы тұрғыдан келгенде енді Шәңгерейде сол үрдістен өрнек алғандығы байқалады. Негізінен өзінің айналасын түсіреді, өзінің ағайындарын, өзінің үй үшін, көршілерін, орыстардың зиялы, дәрігер, сол жерде жұмыс жасайтын жаңа агроном, егінші, вот солармен бірге түскен интернационалдық фотолар өте көп. И вообще в пожилом возрасте, вот если костюмы смотреть, то сначала внутреннее платье, вот она, и сверху уже как кому бешмет, это камзол и все остальное одевалось. А эти две девочки, сестры Айнамкуль, вот, они родственницы какие-то вот харчища наши. Красивые образы, костюмы, посмотрите, драгоценности какие. Өзінің Айдаладағы жатқан бір ауылында жатып, Европаның озық өнерін алып келіп, сол жерден фотоға түсіріп айналасын. Қаншама Шәңгерейдің фотолары, ол деген үлкен дерек қазір. Мына тарихи, ғылыми, жәдігерлік құнның өзі баға жетпейді. Жалпы Шәңгерейдің өзінің автопортреті екеу, бірі жаңағы бұлғын ұшықпен түскен, құнызбөрікпен түскен суреті, оның алғаш Ғұмар Қараш шығарған Шәңгерейдің шығармалар жинағы шайыр жинағында кітабында жарияланды. Екінші фотосы егделген шағындағы түскен фото, оны жаңа Қазыбек Құттымұратұлы тапты музейден. Енді ол кезде алғашқы селфилер сол бірінші фото өнері қалай пайда болды, сол бірінші селфи түрінде түсірілгендер де бар. Мәселен, егер басқа бір адам ол сенің фотоаппарат, оны үш аяқты мос сияқты мосыға орнатылған фотокамера, оны түсіретін басқа біреу дала жағдайында Шәңгерейден басқа ешкім түсіре алмауы да мүмкін. Сөйтсе ол өзі баптап қояды да, сосын барып ана жерге барып отырады алдына, объективтің алдына. Ол 10 минутқа дейін отыруы мүмкін, 7-8 минутқа дейін отыруы мүмкін. Бір мезгілде сосын жарқ етіп вспышкасымен түсіреді. Іштегі ана хромдалған процесті жүріп болғанын күтіп отыру керек. Соған қарағанда алғашқы селфи түсірген фотограф деп те айтуға болатын шығар. Вот, я не знаю, откуда эта фотография. И вот посмотрите, вот надпись. Это уже моя мама делала своей рукой. Вот это Мухаммед Гирей снят, вот это Зури Шапа наша. Вот эти, посмотрите, 3 фигуры. Но это не казахи наши. Я думаю, что это потомки хана Жангира, приехавшие из Казани. Видите, вот руку придерживает вот этот пожилой, его Басып Отар, да? Вот. Но это все мои домыслы. Это почему Шангирея нет? Поскольку он все время сам и фотографировал. Он никого не обучал фотоделу, просто он не успел. Вот. И потом фотоделом, собственно говоря, никто же и не занимался. Вот. И по воспоминаниям Зауре Шапы, у них все время дома приезжали из Башкирии, из Татарстана, со всех это. И по фотографиям я вот смотрю, там Бахаджан Каратаев в гостях на крылечке снят. В то же время Жаншадус Мухамедов снят. Этот дом в 2020 году его покинули. И в тот год, в 1948 году, когда он был признан мелкобуржуазным поэтом, дом этот и сгорел.
Вот это же опять же крыльцо. Вот, это тоже большое крыльцо. Вот эти, это главный был врач кумыса-лечебницы, который открывал Шангирей, Иван Зарубин. Это участник Японской войны. Тут за каждой личностью просто очень большая история идет. Вот это наша Зауреш Щеще, которая прабабушка получается. И вот это их дети, посмотрите. Вот. А это его, получается, зять, муж Ащекей нашей, Даулетшах Кусипгалиев. Это член правительства Алаш-Орды на всех съездах. Да. У меня подлинника этой фотографии нет, она хранится у внуков вот этого Халбергена Харамбетова в Москве. Это вот Габдул Хаким Нурмухамедович Бакиханов. И вот они на маленьком крыльце сидят. Тот, который во двор выходил. Өзінің бір фоны бар. Жалаң үйдің ішінде түсіріп қана қоймайды. Жаңа фон. Мәселен, Қымызордада жаңа ағасы Мұхаммедгерей ұлы ақшпен бірге түсірсе, Қымызорданың ішінде түсіреді, киіз үйдің ішінде. Немесе жаңа Досжаран үй ішін түсіретін болса, сосын жаңағы орыс достарын түсіретін болса, көрші қолаңын түсіретін болса, сол жаңағы өзі тұрған ағаш үйдің алдына түсіреді. Вот эта фотография тоже, ее, кстати, ни разу еще не публиковали. Это вот здесь моя Ажеке Софья Даулетовна. Значит, сохранили вот Зория Шапа, вот тут она на фотографии. Вот, представляете себе, да, гражданская война, восстание 16-го года, потом ссылки всевозможные, когда люди вырезали просто фотографии своих предков и крестики рисовали, как вот эти две женщины сохранили. Есть такой там документ, мне очень понравилось. Значит, голод идет вот в Букеевской Орде. Губайдулла, они все под залог сдали свои имения, вот в том числе и Шангирей, получили суду и раздали в помощь голодающим вот безвозмездно в Букеевской Орде. Шәңгерейдің фотографтық қырын ашу үшін оның өмірі мен шығармашылығына концептуалды түрде тоқталу өте маңызды. Ол фото өнерінен өзге Эдисон фонографы сынды қазақтың тірлігіне тосын дүниелерді алып келген. Үйінде рояль, велосипед те болған. Алғашқы рет қымызбен емдейтін қымыз ордасын ашып, егін шаруашылығы, мал тұқымын асылдандырумен айналысқан. Отырықшы өмір салтымен өмір сүріп қана қоймай, оны қазақтың ішінде насихаттаған. Жалпы мәдени көркейтушілік мәселесін өзінің миссиясы ретінде қабылдаған сынды. Алайда бұл жайында ақпаратын аз сақталып, Бөкеевтің тұлғасын тиісті деңгейде танылмауы сол заманның қиындықтары мен бүгінде кездесетін жүйелік және өзге де мәселелердің барын көрсетіп отыр. Енді Совет үкіметі кезінде бұл кісіге көзқарас өте қырын болды ғой. Күйректік, символистік сарында жазады. Революциялық оптимизмнің рухына сай келмеді, форматқа сай келмеді. Өшіріп тастамағанмен әдебиеттің тарихынан, бірақ қолдан келгенше бұларға бөгет салып отырды. Көп зерттетпеді, көп айтқызды, айтқызғанның өзінде де сын тұрғысынан ғана айтылды. Сол аралықта көп нәрсе жиналмай қалды. Көзі тірі, оны естелік айтатын адамдардан естеліктері алынбады. Бір жағынан Шәңгерейдің мұрасы онша көп емес қой соңында қалған. Себебі бұл кісі өз алдына бір поэзия, өлең жазайын, танылайын деген мұрат қоймаған. Немесе себебі бұл кісі төре тұқымның өзінің бір жеке кодекстері болған. Бұлар жаңағы көп өйтіп өнерменен жұрттың алдына түсуді өздеріне мақсат қылмаған. Жалпы Шәңгерей танудың проблемалар дейтін мәселе бар. Себебі Шәңгерей мен осы 98 жылы шыққаннан кейін бұл туралы, бұл кісі туралы бірде-бір кітап шыққан жоқ. Арыс баспасы бар, сосын мынау Сардар дейтін баспа бар. 3 рет мәдениет министрлігіне өтініш бердік. Әлеуметтік маңызды әдебиеттердің аясында осы Шәңгерей кітабымды қайтадан бастырып шығару жөнінде үшеуінде де өтпей қалды. Бұл кісі жөнінде бірде-бір деректі фильмде жоқ. Жөндемі мақалада жоқ. Бүгін кезде Шәңгерейдің трагедиясы тура сол жаңа граф Сталин именің трагедиясымен бірде деп ойлаймын. Бірақ граф олар туралы осы дәуір, осы көңіл-күй туралы керемет роман жазылды итальян әдебиетінде, керемет фильм түсірілді. А бізде оның бірде-біреу жоқ. Қандай ханның немересі Шәңгерей князь деген атағы болған.
Әлиханның өзі келіп сәлем беретін сондай ақсақал, бүкіл қазаққа қадірлі адам, қуғында қаңғып жүріп қайтыс болып тұр ғой енді. Ол өте трагедия бұл кісінің өмірінің соңы.